Сәлем достар, бүгінгі менің макияжымды мен қастан бастаймын. Қасымды Malva деген компаниядан қасқа арналған карандашымен дұрыстап саламын. Салып жатқан кезде қасымның табиғи формасын жай ғана әдемілеп, осының түсін қанықтырақ қылып жасаймын. Келесі көз бояуларының астына Color Fix праймерін жағамын. Келесі ол қабаққа арналған күңгірт сұйық бояулар. Бұл бояуды бүгінгі видеомда мен консилердің орнына қолданамын. Ол біздің қабағымыздың түсін біркелкі қылуға көмектеседі. Келесі өткінші түсті жағу үшін мен осы Faberlic'тан Glam Glow палеткасын алып, осы ашық қоңыр түсті алып, қабағымның сүйегіне жағамын. Сүйегіне жаққан кезде Oriflame'нан E01 пушисты кисточкасын алып, осы түсті өте жұмсақ қылып, межелерін тегістеп, сондай өте әдемі түс жасауға тырысамын. Және қасыма дейін келтіремін. Сосын қараңыздар, мұрыннан міне көздің ұшына осы жерде біздің осы переходный оттенок дейді, сол біту керек. Келесі бүгінгі қолданатын бояуым ол осындай түстік бояулар. Ең қоңыр түсін алып, ең қараңғы түсін алып, осы көзімнің ең шетіне ғанақ осындай төрт бұрыш жасаймын. Сосын оны ары қарай созамын, яғни алдына, артына және межелерін кисточкамен тағда тегістеп шығамын. Болған маған Oriflame'нан бочонок кисточка көмектеседі. Келесі қара түсті аламын. Қара түсті алып, осы кірпік бойына жақынырақ қылып жағуға тырысамын. Сосын эстрададан сұйық глиттер, яғни жарықтандырғыш теңдерін алып, көзімнің яғни ішкі бұрышына әдемілеп жағып шығамын. Бұл біздің негіз ретінде болып саналады. Бұның үстінен мен қазір осындай сухой теңдерді аламын, құрғақ түстерді алып, жабыстырамын. Сол кезде жаңағы жылтыр сұйық бояулар, олар көпке дейін сақталып тұрады. Кисточкамен жұмыс істеп жатқанда, жаңа қоңыр түсті сүйекке дейін ақырындап созамын. Яғни үстінен жаңа түс қолданбаймын. Енді келесі астына түскен заттың бәрін мицеллярный сумен кетіремін. Жаңағы сол мұрнынан бастап, көзімнің ұшымен осындай түзу сызық жасап, мицеллярныймен бүкіл осы түскен бояудың барлығын өшіріп шығамын. Келесі көзімізге қанық көзқарас беру үшін көзімнің осы кірпік бойын, ішін қара түсті каялмен бояп шығамын. Келесі мен біздің магазиннен осындай кірпіктерді тауып алдым. Кірпіктерді жабыстырдым. Әрине ыңғайсыздау біраз, бірақ кірпікпен макияж әдемірек көрінеді. Келесі Pore Line Novage праймер. Бұның құрамында силикон бар. Бүкіл беттің үстін тегістеп шығады. Сосын келесі менің жаңа алған продуктым, ол Love Nature корректор жасыл. Бұның құрамында масло чайного дерева бар. Өте күшті көмектеседі осы прыщиктарды емдеуге және маскировать етіп қоюға. Сосын келесі менің персиковый консилеріммен, шабдалы түсті консилеріммен жаңағы көз астындағы қара түстердің бәрін жауып, оған кебуге уақыт беремін. Бұл кеуіп жатқанша тональный кремді араластырып, тональный кремді жағамын кисточкамен. Тональный кремді сосын кисточкамен жаққан соң, осылай бьюти блендермен жасап, сосын ақ түсті бетімнің осы алдыңғы жерлеріне жасап жағып шығамын. Кейін бұл ақ түсті кисточкамен жағамын, сосын кепкен соң, бір 30 секундтың ішіне кепкен соң бьюти блендермен ары қарай тегістеймін. Келесі осы тональныйдың бәрін нақтылау үшін Eveline компаниясының ұсақталған пудрасын бүкіл бетіме осы бьюти блендермен жағып шығамын. Келесі ол контуринг. Контурингті эстрада палеткасымен жасаймын. Қараңғы түсін алып, скуламның астына жағамын, және подбородогымның астына жағамын, сосын маңдайыма жағамын. Келесі розовый түсін алып, жаңағы алмаларыма қанықтырақ қылып, және жұмсақ қылып жағамын. Келесі көз астына кішкентай кисточкамен қара түсті де жағып шығамын. Ал енді келесі еріннің контурларын
карандашпен сызып, оның үстіне флормардың қара күңгірт бояуын жағамын. Мінеки достар, осындай макияж шықты. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма жазылып, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Және бұдан басқа видеолардың барлығын қарап, өздеріңіздің ойларыңызды комментарийда қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.